Қайырлы күн. Мына жерде Telegram ботты қалай создавать етеміз, соны көрсетемін. Telegram боты әрқайсымыз өзіміздің Telegram аккаунтымызға кіріп аламыз да, сол жерден создавать етеміз. Ол үшін бізге екі бот керек болады, Many бот және бот фазер. Біз бірінші Many ботты табамыз. Поиск фильтрға басамыз. Many бот деп жазамыз. Сол кезде Many бот деп шығады. Соны басамыз, басқаннан кейін добавить новый боты деген кнопканы басамыз. Сосын барып басқаннан кейін мына перейдите к бот фазер деп шығады, соны басамыз. Басқаннан кейін осы жерден команда қоямыз, новый. Жаңа бот деген, new бот деген жаңа бот деген сөз. New бот деп тереміз, слэшті қойып. Слэш деген команда қоямыз да, new бот деп бассақ, new бот деп шығады. New бот деп шықты, енді осы жерде бізге ағылшынша жазылып тұр, боттың атын қой деп. Боттың атын қоямыз. Мысалы, біздің мысал ретінде Бақытбай мырза деп жазайық. Бақытбай мырза. Ағылшынша дұрыс білмеуі мүмкін, сол себепті қателік келіп жатса, оған мән бермей қойыңыздар. Әрқайсыңыз өздеріңіздің боттарыңыздың аттарын қойсыздар. Аты-жөндеріңізді қоюларыңыз мүмкін, эксперттің аты-жөнін қоюларыңыз мүмкін, немесе товардың, қызметтің аттарын қойсаңыздар болады боттың атына. Ағылшынша осы латын әрпімен жазып. Бақытбай мырза деп жаздым. Хорошо, енді Бақытбай мырза дегенге бот деген сөз қойдыңыз. Хорошо, Бақытбай мырза деген бот деген сөз қойдым. Мына капитулет қоямын. Мына жерге қоямын, сосын барып бот деп жазамын. Так, дұрыс емес дейді. Мынандай боттың аты бар дейді. Сол үшін біз оны өзгертеміз кішкене. Қайтадан капитулет қоямыз, мына жаққа слэш қояйын. Нижний подчеркивание қояйын. Нижний подчеркивание қойдым, енді де басайын. Так, бәрі дұрыс емес дейді. Так, Бақытбай мырза бот. Так. Екі нижний подчеркивание. Так, дұрыс емес дейді тағы да. Бот. Бақытбай мырза дегенге қойып қойғанда. Нижний подчеркивание. Бақытбай мырза дегенге қойдым. Так, тағы дұрыс емес дейді, дұрыстағанша қойып шығу керек енді. Бірге қояйық онда, Бақытбай мырза деп. Что-то дұрыс емес деп жатыр. Так. Бақытбай мырза. Бақытбай мырза. Бір бот деп қояйық онда. Так, дұрыс емес дейді. Басқа қандай ат қойсақ болады, онда басқа ат қояйық. Дұрыс емес деп шығып жатыр. Онлайн продюсер деп қояйық шайда онда, товардың атын. Онлайн продюсер. Онлайн продюсер. Бот. Так, бұл да дұрыс емес еді. Онлайн продюсер 3 бот деп қояйық. Болды, енді дұрыс болды. Осылай сіздер аттарыңыз қойғанда осындай қате шығуы мүмкін, сосын былай варианттарын көресіздер, жазып. Сосын барып бір дұрыс вариантын тергенде осылай шығады, дұрыс болды деп. Енді IP токен деген бар мына жерден. Telegram ботын соны скопировать етіп аламыз. Скопировать етіп аламыз да. Копировать выделение текст деген басамыз, сосын барып біз Many ботқа барамыз. Many бот алдындағы бірінші кірген ботқа барамыз. Барған ең осы жерден я скопировал токен дегенді басамыз. Отлично, пришлите IP токен дейді, жаңа копировать еткен токенді вставить етіп қоямыз осы жаққа. Енді де басамыз. Бастық, енді міне болды бізде. Ең соңғы шақ қалды дейді. Осы онлайн продюсер 3 бот туралы кішкене бір описание жазды дейді. Бір не туралы, бот не туралы екен соны жазды. Мен мына жерде сақтап қойдым, сіздер өздеріңіз жазасыздар. Бұл бот деп мысалы мен жазып қойдым мына жерге. Чтобы уақыттарыңыз алмашсыздар. Қоя салам, не туралы екен. Бот дайын. Енді мынаның ішіне кіреміз, боттың ішіне міне. Біздің Telegram ботының сілтемесі клиенттерге кететін. Осының ішіне кіреміз. Запустить дегенді басамыз. Сосын мына жерде бір настройкалар бар, қосымша соны жасап тастау керек. Tutorials деген, инструкция деген жерде tutorials деген не бар, ссылка бар, соны басамыз. Басқаннан кейін бізге келесі басатын нәрсеміз ол Tutorials Pick Desk деген екіншісін басамыз. Tutorials Pick Desk. Осын басамыз. Басқаннан бізге пошагово тұрады, не істеу керек екенін. Боттың атын өзгерту үшін мынаны бас, боттың текстінің ішіндегі өзгерту үшін мынаны бас,
боттың алдына стартты басатын кезде қандай текст шығу керек, мынаны басса, мына команданың орнында деген сияқты шығып тұр. Аватарын қою үшін мына команданың орнында деп тұр. Оның бәрін мына bot father деген ботта істейтін боламыз. Бірінші бізге керегі атын өзгертейік, атын. Мысалы Бақытбай мырза деп өзгертейік атын. Онлайн продюсер емес, Бақытбай мырза деп өзгертуіміз керек тұр. Копировать етеміз. Bot fatherға барамыз. Қоямыз. Сосын өзінің ботын таңда дейді мына жерде. Хорошо, өзінің ботын таңдаймыз. Біздің бот мынау не? Онлайн продюсер 3 бот жаңа жасаған. Таңдаймыз. Енді атын қой. Мысалы мен Бақытбай мырза деп қоямын. Болды, аты өзгерді боттың. Енді келесі бізде ботқа барамыз. Ботқа барған кейін бізде міне өзгерді атымыз. Бақытбай мырза деп тұр. Өзгеріп тұр, міне көрдіңіздер. Келесі бізде орындайтын нәрсе ол атын өзгерттік, текстін өзгертіп қажет емес. Текстін өзгертіңіздер, жаңа мен қойып тастадым ол текстті. Енді бізде келесі қоятын нәрсе ол старттың алдында қандай кнопка болу керек, қандай сөз болу керек, старт басардан соны қоямыз. Мына команданы копировать етіп аламыз. Main ботқа барамыз. Bot fatherға барамыз. Bot fatherға кешірім өтінемін. Мына жерден bot fatherды былай бассаңыз болады. Bot fatherға барамыз. Сосын барып команданы қоямыз. Онлайн продюсер bot. Енді старттың алдында қандай сөз болу керек, соны қоямыз. Мен мына жерде дайындап қойғанмын, соны қоя саламыз. Старттың алдында сөз болады. Уәде етілген бонусты алу үшін төмендегі начать немесе старт батырмасын бас. Болды, нормально өзгерді. Енді келесі Бақытбай мырза деген өзіміздің ботқа барып, келесі ең соңғы шаг бізде аватарканы қоямыз. Аватарканы қою үшін команданы копировать етеміз. Bot fatherға кіреміз. Қоямыз копировать еткен команданы тағы да қайталап, сосын барып өзіміздің ботты таңдаймыз. Өзіміз бот таңдағаннан кейін жаңағы аватарканы қоямыз. Аватарканы қою үшін скрепканы басамыз. Скрепканы басамыз, сол жерде компьютерде бізде сақталып тұрған сурет болады. Мысалы, өзіңіз қалаған суретті қоясыздар. Мен аватар деп дайындап қойдым алдын ала. Мысалы, осыны қоямын, Бақытбай мырзаның суретін отправить етіп алсам. Болды. Біздің бот дайын. Енді ботқа кіретін болсақ, боттың ішіне міне бүйтіп. Бақытбай мырза деп тұр, боттың суреті тұр, боттың ссылкасы тұр. Барлық нәрсе жасалып тұр. Міне осылай ботты дайындаймыз. Telegram ботты осылай дайындап, оны Telegram аккаунт арқылы дайындауға болады. Видеодағыдай өздеріңіз CRM-де Telegram боты және Bizon'дан настройкаларын жасауға болады. Немесе оны жасауға сіздердің уақыттарыңыз болмаса, немесе осыны түсіну қиын болып жатса, жасау жағы қиын болып жатса, онда сіздер CRM специалистерге хабарлассаңыздар болады. Бақытбай мырзаның CRM бойынша партнерлары, CRM специалистер бар, солар сіздерге арнайы жеңілдікпен жасап береді. Ол үшін экранда тұрған екі номерге хабарласып, немесе WhatsApp-тарына жазсаңыздар, жазған кезде Бақытбай мырзаның студентімін деп айтсаңыздар, осы CRM специалисті сіздерге Бақытбай мырзаның студенттері ретінде жеңілдікпен жасап береді барлық жұмыстарды. CRM-ға байланысты, ботқа байланысты және Bizonға байланысты жұмыстарды арнайы жеңілдікпен жасап береді.